Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен грузин халқының өте дәмді, ішінде ауасы бар чебурекиін дайындайтын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, қолдау білдіріп, өтірік болса да вау деп отырыңыздар қыздар. Ал кірісейік іске. Ол үшін бізге осындай құрғақ ыдысымызға су, тұз, ұнымызды салып бір араластырып қолдың көмегімен илеуге кірісеміз қыздар. Салмасын дайындаймыз. Тартылған ет жуа қажет болады. Тұз, бұрыш татымына қарай салып бір жерге қойып қоямыз. Тестамызды алып бірнеше бөліктерге бөлеміз қыздар. Бетін жауып 5 минутқа тындырамыз. Мына жерде мен жайғаным көрінбей қапты. Баламен жүргеннен кейін осылай жайып аламыз қыздар. Осылай түйіп, шеттерін міндетті түрде жақсылап түйіп шығасыздар қыздар. Және осындай ауа жібереміз ішіне. Одан кейін пісіруге кірісеміз. Қыздар, сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады екен. Бізге ұнады, әсіресе жолдасыма ұнады. Ас болсын, сіздермен болған Ильясова Енілік, толық рецепт описание бөлімінде.